Құрметті оқырман, қосылайық бағдарламасында Аян мен Айдананың арақатынасы күтпеген жерден аяқталды. Көрермендер үміт күткен жұптың бұл шешімі көпшілікті ойландырмай қоймады. Бағдарлама барысында Аян ашық сөйлесіп, ішіндегі бар шындығын жасырмай айтты. Оның сөзінше, ол Айданаға біраз уақыт бойы өлең арнап, барлық айтқан дүниелерін жасап жүрген. Барынша шыдап, қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысқан. Алайда сезімнің бір жақты болғанын түсінген Аян Айдананы адам ретінде құрметтейтіні, бірақ Айдана сүймейтіні және Аян оны түсінгенін мойындады. Сонымен қатар бұл жағдай оған ауыр тигенін, моральдық тұрғыда шаршағанын да жасырмады. Ал Айдана үшін бұл әңгіме оңай болмағаны анық. Оның үнсіздігі, көңіл күйі көп нәрсені аңғартты. Бұл сәт бағдарламадағы ең шынайы эмоцияға толы көріністердің бірі болды деуге де болады. Бұл оқиға көрерменге бір шындықты тағы да еске алды. Сезімге күш жүрмейді. Қанша тырыссан да, махаббат болмаса, қарым-қатынасты ұстап тұру мүмкін емес. Аянның шешімі ауыр, бірақ адал қадам. Аян Айдананы ренжіткісі келмегенін, бірақ өзін алдауға да шаршаған ашық айтты. Сүймей тұрып бірге болу екеумізге де әділетсіздік деген сөздерді көрерменнің жүрегіне тиді. Айдана бұл шешімді ауыр қабылдады. Оның үнсіздігі мен көзқарасы көп нәрсені айтып тұрды. Бұл сәт бағдарламадағы ең шынайы, ең ауыр сәттердің бірі болды. Қосылайық бағдарламасында Аян мен Айдананың жолы енді екіге бөлінді. Аян оған ән арнап, шыдап, бірақ қыздың сүймейтінін біліп, жүрегі ауырғаннан ара-қатынасты үзуге бел буғаны анық. Шаршау мен шындық бәрінен басым түсті. Кейде кету ең адал шешім екенін білгейміз. Құрметті оқырман, қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетейік.